Қайырлы күн, әріптестер. Сіздермен Ұстаз KZ. Бүгін сіздерге Bamboozle сайты арқылы топтық жұмысты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ең әуелі Google'дың іздеу жолағына Bamboozle деп жазамыз. Келесі бізде осындай бет ашылады. Егер сіз тіркелмеген болсаңыз, Google почтаңызбен тіркелуге болады. Келесі, мына жерде менің кітаптарым, біздің жасаған ойындарымыз тұратын болады. Осы жерді бассаңыз, өзіңіздің жасаған жұмыстарыңыз осылай тұратын болады. Келесі гейм батырмасын бассаңыз, келесі беттегі бұл жерде әртүрлі тапсырмаларды іздесеңіз болады өзіңіздің сабағыңызға керек. Мысалы, биологиядан көз тақырыбында сіздерге жұмысты іздеп көрейін. Дайын жұмыстарды осы жерден іздеп таба аласыздар. Келесі тілді таңдаймыз, қазақ тілін. Бірінші popular сөзін таңдаймыз. Бір жылдық жұмыстарды ала аламыз, бірінші батырманы басып. Келесі іздеу жолағын басамыз. Міне бізге дайын жұмыстар шықты. Екі дайын жұмыс бар екен. Көз аурулары ойын, екіншісі көз туралы. Бізге ұнағанын таңдап аламыз. Осы жерде сұрақтардың тізімі шығып тұрады. Өте көп сұрақтар бар екен. Енді осыны қалай топтық жұмысқа айналдырамыз? Ол үшін мына жерде тұрған play батырмасын басамыз. Bamboozle'ды таңдаймыз. Сізде қанша топ бар? 3 топ болса 3 топ, 2 топ болса 2 топ. Болмаса, жалпы оқушыларға ойнатам десеңіз, бір топты ғана общий сыныпта алсаңыз болады. Келесі біз 3 топты таңдаймыз. Осы жерден классик түрін немесе квиз түрін таңдасаңыз болады. Келесі квиз түрін таңдаймыз. Мінекей 3 топқа тапсырмалар шықты. Енді осы жерден өзіңіздің тобыңызды аттарын жазып қойсаңыз болады. Мына жерді басып қаламды. Осы жерге топтардың атын жазамыз. Бірінші топ. Сұңқар тобы. Көз. Окей батырмасын басамыз. Одан соң осылай сұрақтар шығады. Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Мынау сұрақ, енді оқушы жауап бергеннен кейін осы жердегі көк батырманы бассаңыз, дұрыс жауабы шығып береді. Сосын, егер қате жауап берсе, қызылды басасыздар, дұрыс жауап берсе, жасылды басып, сұрақтарға ауыса беретін болады. Сонымен оқушыларға ұпай беріліп отырады. Мінекей. Әр топқа осылай балдар беріліп отырады. Үшінші топ таңдайды. Көз қанша бөліктен тұрады. Оқушы жауап береді. Одан кейін тексереміз. 15 бөліктен тұрады. Келесі топқа да ұпай саны берілді. Егер қате жауап берсе, ұпайлар берілмейтін болады. Осылай дайын жұмысты алсаңыздар болады. Енді бұл жұмысты қалай біз өзіміздің оқушыларымызға көрсетеміз. Мына тұрған астындағы батырманы басамыз, фиолетовый. Сосын осы жерде міне көз осы сілтемені басып аламыз. Копировать етеміз. Міне копировать етілді. Окей. Енді осы жұмысты өзіңіздің оқушыларыңыздың мессенджерге, WhatsAppқа жіберсеңіз болады, немесе презентацияңыздың ішіне апарып қойып қойсаңыз болады. Сразу презентацияның ішінде көрініп тұратын болады. Келесі, енді өзіңіздің қалаған жұмысыңызды қалай жасайсыз? Ол үшін осы жердегі басты бетке өтеміз. Келесі гейм батырмасын басамыз, мына тұрған. Осы жерге титульный лист жазамыз. 8-ші сынып биология. Болмаса, тақырыптың атын жазып қоюға болады. Көз тақырыбы. Make gum батырмасын басамыз. Келесі, осы жерге сұрақтар жазсаңыз болады. Сұрақты жазамыз.
Келесі астында 15 деп тұрған бұл ұпай сандары. 5 ұпай бересіз бе, 10 ұпай бересіз бе, өзіңіз таңдайсыз. Сұрақтың қиындығына қарай балдарды да қойып қойсаңыз болады. 5 ұпай дейміз, келесі жауабын осы жерге 3 деп жазамыз. Болмаса сурет түрінде жауапты енгізсеңіз болады. Осы жерден өзіңіздің дайындап қойған суретіңізді әкеліп қойсаңыз болады. Келесі Save батырмасын басып, келесі сұраққа өтеміз. Бұл жерге де сұрақты және де жауапты жазамыз, қайтадан көк батырманы басамыз. Ең соңында болған соң осы тұрған қызыл батырманы басамыз. Келесі осы жерде Game батырмасын басып, тағы да Game батырмасын басамыз бірінші бетте тұрған. Сол кезде сіздің жаңағы жасаған жұмысыңыз осы жерден шығып тұрады. Мысалы 8-ші сынып биология. Міне жаңағы жасаған бір сұрағымыз тұр. Болмаса қайтадан өңдеу үшін осы жердегі қаламшаны басып, ары қарай жұмысты жалғастырып кетсеңіз болады. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.